жанымсың, сені іздеп шынға шықтым. Ассалаумалейкум достар, сіздермен Қазақ Орта каналы. Видеоның басымен сіздерден барынша қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу жайында лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Және де тағы бір айта кететініміз, біздің VK группамызда қосылыңыздар. Ол жерден сіздерге кез келген сұрақтарыңызды жауап аласыздар. Және де FIFA Mobile болсын, PES Mobile болсын, және де футбол жаңалықтарыңызды ол жерден де ала аласыздар. Енді бүгінгі видеода мен кішкене бір кешіктіріп салып жатырмын, өкінішке орай. Енді бірақ та бізде енді кішкене болсын көптеген орыс ютуберлерін көріп жатырмын, бәрі де шығарып жатыр, бірақ бізде қалыспайды деген ойда кішкене болсын қазақша бір контент арқылы сіздерге шығаруды жөн көріп жатырмын. Енді сол үшін сіздерден лайк күтемін достар. Енді бұл өздеріңіз білетіндей кеше ғана түнгі уақытта шыққан еді. Бұл аяқ астынан шыққан событие, оны ешқандай FIFA Mobile нақты бір айтқан жоқ. Біз ойладық, бұл 4-ші или 5-ші күндерге уақыттарда шығып қалады, бірақ оның бір-екі күн бұрын шығып тұр. Енді кішкене болсын обзор жасайын деп тұрық. Енді бұл Boxing Day дегеніміз осы бір событие, енді футбол ағылшын премьер лигасының бір режимі десек те болады. Өте керемет режим, бір жаңа жылға жақын уақытта өте керемет ойындардан осындай бір керемет матчтарды шығарады. Өзінің бір тарихы бар десек те болады. Енді бұл FIFA Mobile'да өте қалай айтуға болады, бұл событие енді өз басым ойнап келе жатқанына бір тәжірибемен байланысты айтатын болсам, бұл событие донаторлардың событиясы дейді болады. Енді донаторлар көп салады, донат көп қалайтын событияның бірі, өкінішке орай. Енді осы жылы кішкене болсын енді біз донатқа көңіл бөліп жатыр. Оған түсінікті. Кішкене болсын осы жерде біз донат ойыншыларда жақсы ойыншылар бар. Енді кішкене болсын осы біріншісінен поединки дейді. Бұл жерде бір қарсыластар. Бұл жерде сіздерге ойын 4 команда береді. 4 командадан барлығын ойнау керексіздер достар. Сіздерге өте керемет ойын алу үшін 4 собой ойын команданы орындау керексіздер. Барынша қиын болып жатса да түсінемін, кейбір жандардың бір телефондары қатып не істеп жатқан шығар. Высотакадан өтесіздер, мысалы Бёрнли және де Лидс. Высотака сіздерден бір қиыншылық көрмейді деп ойлаймын, бірақ равный играда қиындық туып жатады. Түсінемін, өз басым енді равный играны көп ойнай бермеймін, бірақ та осындай бір событияда ойнау керек достар сіздер үшін. Және де осы жерде өздеріңіз көріп тұрғанда без победа дейді. Бұл жерде бірінші жеңіске 100 очко, және де 3 жеңіске 300, 5 жеңіске 500 очко береді. Бұл очконы сіздерге айтып кететін боламын. Және де бұл жерде видеоға қарап энергия алуларыңыз болады, және де бұл жерден сатып алуларыңыз болады. Тез, оңай, сіздер үшін барынша енді равный играда қиналып қалады жастар. Сондықтан да барынша ойнасаңыздар жақсы ойыншы алуларыңызға болады. Енді екінші бір режимнен қарайтын болсақ, бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай мен енді бірінші режимін аяқтап тастаған едім. Сол жерден 4 команданың да 4-еуінде жеңдім. Енді келесі режимде 4-еуінде жеңу керек. Енді бізге осындай бір күніге бір қалай айтуымызға сыйлық беріп тұрады. Осындай бір набор очконаларды алып тұрамыз. Осындай 24 сағаттан кейін. Және де бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай Ливерпульдің жартылай қорғаушы. Бұл жердегі енді Кета білмеймін, сіздерге алуларыңызға болады. Бұны айтып отырмын, сіздерге мынандай 4 команданы ерте орындап не істесін болсаңыздар алуыңызға болады. Алып және де составқа қоюға өте керемет ойыншы деп ойлаймын. Характеристикасы да өте керемет. Орташа да енді қатты бір дривлинг, скоросты жақсы, өте керемет. Және де бұл ойыншы сатылымға шығады екен. Ойыншыны сатып жіберуге болады. Міне бұл жоғарыда өздеріңіз орысша жазылып тұр. Ежеден награды, күн сайын осындай бір наградалар беріп тұрады. Бұл 20 команда, есептеуіміз бойынша 20 команданың бәрін жеңсек, біз Наби Кетаны ала алады екенбіз. Тағы бір айта кететініміз,
игроки в награду дейді. Бұл жерде ойыншылар өзіне сыйлыққа береді. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай міне керемет ойыншылар тұр. Робин Диаш, Мэдисон, Ричардсон дейді. Енді бұл ойыншылар өте характеристикасы да жақсы. Бұл ойыншылар енді аукционмен көріп тұрғаныңыздай әлі сатылымға шықпайды. Бұлар 5 қаңтардан кейін сатылымға шығады. Енді бұларды сіздер ашып жатсаңыздар, енді білмеймін, ашып жатсаңыздар, енді сол ойыншыларды тез сатып жіберуіңізге болады. Ашылған уақытта енді оны сіздерге өзім ескертетін болам. Ол үшін біздің ВК группамыз жазылып кетіңіздер, қашан ашылатынын айтатын болам. Және де бұл жерде 1000 барынша енді очконы құртқымыз келіп тұрған жоқ. Қазіргі уақытта жинау керек бізге енді. Енді қалғандары өте төмен рейтинг. Міне осы жерде өте жоғары рейтингтерді көріп жатырмыз. Педро Нето сияқты ойыншылар бар. Өте керемет, характеристика 104 дейді. Тек усилениясы шамалы. Бұл да бір Харринсон дейді. Лидстің бір ойыншылары. Биссома дейді. Өте керемет. Бокс-то-бокс, усиление. Енді бұлар біз нақты айтқанда бұлар ойыншылар қызып отқан жоқпыз. Матхеос Перейра дейді. Және де Уаткинс, міне өте керемет өнеп жүр осы ойыншы Астон Вилла сапында. Скорс өте керемет, усилениесі ұнап тұр міне. Второй нападающий, екінші шабуылшы деген усиление, шабуылшыларға арналған усиление достар. Қателеспесеңіздер болады. Ойыншы алам десеңіздер, сол усилениені қарап кішкене алғандарыңыз жөн. Крисуэлл дейді. Жақсы, бұларға енді қатты бір нақты айтатын болса, ойыншылар өте көп. Линделев дейді. Енді бұлар шамалы кішкене. Гектор Белерин, міне скорсы бар. Правый защитник, оң қанат қорғаушы. Өте керемет. Өзі де бір жылдамдықты ойнайтын футболшы. Міне Попе өте ұзын қақпашылардың қатарына жатады. Осы FIFA балда міне көріп тұрғаныңызда 2 метр. Тек усиление навыксы шертіп тұр. Былай айтқанда, нақты айтқанда солай. Бұл жаман усиление бірі. Инкес дейді. Инкесте бір шамалы екен бұл жерде. Және де Чилуэлл қорғаушы. Сол қанатты бұл да бір усиление жағы шамалы. Мен сіздерге айта кететін мана 4 матчты қатарынан жібермей күнде ойнайтын болсаңыздар, осы 93 рейтингті футболшыларды тегін аласыздар. Міне За дейді. Бұл жерде Заның характеристикасын қарайтын болсақ, енді удары дейді. Былай келеді. Удары усиление ұнамайды маған осы. Және де Хаместе жылдамдығы аз, көрдіңіздер ме достар? Шабуылшы, бірақ жылдамдығы өте төмен. Не бұл? Қандай ойыншы? Бұны алғанша өте, былай айтқанда қорғаушы алғаның жөн, бұның орны. Правый защитник кішкене скорсын, жылдамдығын бір 85-86 қылса болады. Өзіміз ақ көтеріп болады одан кейін. Бірақ енді не стоит былай айтқанда. Міне Шмехл, рефлекс дейді. Характеристикаға қарайық достар. Жақсы. 105 нырки, рефлекси, тек бой жағы ұстап қалу мүмкін. Бірақ сіздерге кеңес берем, Шмехлды алғандарыңыз жөн. Өте керемет. 93, осы сіздерге шанстарыңыз бар бездана талу. Және де Стерлинг бар, Салах бар. Енді Салах пен Стерлинг енді донатерлердің шамалары жетеді. Сондықтан да донатерлермен өздері алғандар. Салақтың енді характеристикасы дриблингін кішкене шамалы. Енді жылдамдығы ойыншы футболшы өзде. Шерерді алуға шансдарыңыз бар. Міне шабуылшы, прайм былай айтқанда көмерді. Бұл көмер енді сатылмайды өкінішке орай. Бірақ бомбардирді керек усиление шабуылшыға. Осы екінші шабуылшы және бомбардир деген усилениелер осы керек шабуылшыға. Эшлин Кол. Бұл да енді прайм көмер. Бұған қиын енді шыны керек. Бұлар да бір донатердің бір арман, бізге енді арман ғой, бірақ донатерлерсі бұл жай ғана алады деген ойдамын. Және де бұл жерде бізде базовый. Осындай шығарғандар дұрыс еді, мен қолдаймын осындай бір қалған пайдасы қалған очколарымыз осында құртуға мүмкіндігіміз бар.
Енді достар, мен осылай сіздерге қысқаша айтып жатырмын, ұзақ қылмай. Сіздерден қолдау күтемін достар. Сіздерге боксингте қандай жағынан ұнады футболшылар, сіздерге ұнап жатыр ма осындай бір событие? Өз ойларыңызды комментарий жазып кетіңіздер. Енді өздеріңіз, білмеймін, енді өздеріңіз, мен өз басым сіздерге шыме қылдым, кеңес берем. Енді өздеріңіз кімді аласыздар, соны бір комментарий жазып жіберсеңіздер де болады достар. Қолдау күтем, біздің каналға жазылыңыз және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.